Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге ауызашардың 20-шы мәзірін ұсынамын. Ыстық тағамға бізде бризоль және де тәттімізге восточный пирог, яғни өте дәмді болып шығатын жаңғақтардан жасалған дәмді пирог. Және де оңай жасалатын әрі тойымды дәмді салатымыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен пирогымыздан бастайық. Бөлме температурасында тұрған сары майымызға жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды салып өлшеп, жақсылап бір-бірімен араластыратын боламыз. Одан соң үстіне алдын ала өлшеніп, ситадан өткізілген ұнымызды салып, үстіне қопсытқышпен өзара араластырып барып, қамыр илейтін боламыз. Мінекей жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді пеште пісіретін формамызды дайындаймыз. Менде диаметрі 24 сантиметрлі форма, астына пергамент қағазын төсеп, осылай қамырымызды асықпай әдемілеп жайып шығатын боламыз. Шетіне созып, әдемілеп жасап шығыңыздар. Вилканың көмегімен тегістеп шықсаңыздар болады. Каналымда өте оңай жасалатын, дәмді болып шығатын пирогтардың рецепттері бар. Сондықтан каналыма тіркеліп алыңыздар. Міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда жоғалтып алмайтын боласыздар. Енді салмасын жасайық. Ішіне мен мейіз, жер жаңғақ және де грек жаңғағын қостым. Мейізді де, грек жаңғақтарды турап салсаңыздар да болады. Мен осылай бүтінде де салдым. Олай да әдемі көрінеді. Және де өрікті, сары өрікті турап жіберіп салсаңыздар, ол да әдемі дәм береді. Міне әзірге мен осы 3 ингредиентті салдым. Үстіне қойылған сүттің 1 банкасын құямыз. Әдемілеп тегістеп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Енді оп-оңай жасалатын салатымызға кірісейік. Жүгерімізді тостағымызға салып алдым. Енді сырымыз бен жұмыртқамызды теркадан өткізіп салатын боламыз. Енді үстіне шым-шым тұзымызды салып, 1 қасықтай майонезімізді, керегінше өздеріңіз қалауларыңызша майонезді қосып араластырып жібересіздер. Болды, міне оп-оңай жасалады, дәмі енді әдемі шығады. Жасап көріңіздер. Осындай формочкаға мен салдым, әдемі көріну үшін. Міндетті емес, тарелкаңызге қалай салғыңыз келсе, солай салып әдемілеп бере бересіздер. Үстіне әдемілігі үшін укропты қойып қойдым. Мінекей салатымыз дайын, әдемі көрінеді, тойымды, оңай жасалады. Енді тамағымызға кірісейік. Мына тартылған етіміздің үстіне тұзымызды, керегінше дәміне қарай бұрышымызды салып, және үстіне сүтімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Сіңуі керек етімізге, жақсылап араластырып, ұрып, соғып аламын. Мына жерде өйткені ішіндегі ауа басқалар түседі, шығады. Жеңіл болады, жұмсақ болады. Одан кейін қанша бөлікке бөліңіз келсе, қарайсыз, сковородкаңыздың, пісіретін табағыңыздың размеріне қарай, адамдардың санына қарай осылай бөлікке бөліп шығамыз. Енді осылай арнайы салапанның көмегімен 2-ге бөліп алдым пакетті. Салапанды, яғни кішкене май жағып жіберіп, 1 бөлігін аламыз фарштың, тартылған етіміздің, сосын сыртынан оқтаумен жайып шығатын боламыз. Домалақ етіп, қатты үлкен емес, табамыздың көлеміне қарай жайып шығатын боламыз. Енді жұмыртқамызды 1 табаға салып аламын. Біртіндеп салып араластырсаңыздар да болады. Мен барлық жұмыртқамызды осып жалып, барлық тартылған етке керек жұмыртқаның барлығын бірден салдым. Үстіне сүтімізді, тұзымызды салып араластырып алдым. Енді тарелкамызге керегінше құйып, үстіне жаңағы оқтаумен жайылған фаршымызды әдемілеп, абайлап, үстіне қойып шығамыз. Мінекей. Міне табамызды қыздырамыз, кішкене майды құйдым, көп құймаңыздар майды. Енді жаңағы тарелкадегі етіміз бен жұмыртқамызды осылай ысырып, жаймеңдеп саламыз. Біріншісінде осындай кішкене түспеуі мүмкін.
жайып жібересіздер вилкамен. Ештеңе етпейді. Біріншісінде қолдарың үйренеді, екіншісінде өте әдемі болып шығатын болады. Міне қараңыздар. Екіншісінде мен сәл жайпақтау тәрелкеге салдым. Әдемі түсті. Міне жан-жағын бәріне өздері жұмыртқасы жайылып, қараңыздар, бір тегіс болып пісіп жатыр. Осылай астын кішкене қозғап жіберіп, осылай екінші бетінде пісіріп аламыз. Екі беті қызарып піскенше пісіреміз. Примерно 5-10 минуттай әдемі болып шығады. Міне пирогымыз да пісіп қалды. Пирогымыз піскеннен кейін толықтай бөлме температурасында суытыңыздар 1 сағаттай. Одан кейін барып кесіңіздер. Дәмі деген керемет болып шығады. Ыстықтай кессеңіздер формасын ұстамай қалуы мүмкін. Қараңыздар, қандай әдемі, дәмі деген керемет қой, шаймен деген ой, керемет кететін пирог қой. Жасап көріңіздер, оп-оңай жасалынады. Енді піскен бризоліміздің ішіне майонезімізді жағып, кішкене жағып аламыз да, помидорымызды салып, орап шығамыз әдемілеп. Бұл міндетті емес, тек құр өзін ұсынсаңыздар да болады, бірақ мен ішіне помидорды салғанды жөн көрдім. Ол дәміне дәм қосып әдем болады. Қасына пюрені өз әдем фантазияларыңызбен әдемілеп салып бере бересіздер. Енді мына бризольдің үстін майонезбен және де кетчуппен әрлейміз. Міне қарай сызып шықтым. Менікі жуандау болып кесіліп кетті. Пакетім жіңішке қып сызсаңыздар одан да әдемі көрінеді. Үстіне қалауларыңызша укроп. Дәмі керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Әрі ерекше көрінеді. Осымен менің ауызашарымның 20-шы мәзірі дайын. Біздің ыстық тағамымызға пюре мен бризоль және де тәттімізге восточный пирог, яғни шығыс тәттісі өте керемет болып пісетін, дәмі деген тіл үйіретін, жасап көріңіздер, оңай жасалатын пирог және де оңай салатымыз. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сіздерден лайк, комментарий күтемін. Сіздермен болған Алтынай. Сау болыңыздар.